Ассаламағалейкум, құрметті ағайын. 5-ші ұлттық құрылтайдың материалдары қоғамда қызу талқылануда. Қолдаушылары да, сынаушылары да жеткілікті. Дұрыс бұрысын уақыт көрсетеді. Мен де ойланып толғанып, пікіріммен бөлісуді жөн көрдім. Ізгі идеялар мемлекет басшысы айтты деп, өзінен өзі жүзеге аспайды. 100 жылдық болатын реформаға айналмайды. Іскерлік пен қайсар еңбекті талап етеді. Бүгінгі шенеуніктердің қолынан ол келмейді, және мүддесіне қайшы. 35 жылда оған көзіміз әбден жетті емес пе? Ары қарай олғар сенім арту кешірілмейтін әбестік. Мемлекетшіл ұлт санды қабілетін іс жүзінде дәлелдеген мамандар билікке келуі шарт. Осымен қатар қуыс кеуделі, жағымпаз, екі жүзді, пас пайдасын ойлайтын жантықтардан іргені алыстатқан жөн. Олай болмаса, іс-әрекетіміз алға баспайды, халықтың әл-ауқаты оңалмайды. Демек, бәрі бос сөз, алдамсырату екені анықталады. Оны халық даналығын ескертумен орысша айтсақ, сваливать с больной головы на здоровую, лить с пустого в порожнюю, выдавать желаемое за действительное, мышиная возня, мартышкин труд. Ал қазақтың бір ауыз сөзіне сидырсақ, мағынасыз, бітпейтін, халаулайлым деуіміз керек. Бұл ащы шындығымыз. Осыларды тоқтату Тоқаевтың халық алдындағы абзал міндеті. Оған сенгіміз келеді, бірақ күмән басым. Өмір шындығын барабар қабылдамау өте қауіпті ауруымызға айналды. Дерттің әбден асқынғанын, одан жазылмасақ немен бітетінін мойындамай, жасыра бергеннен тек ұтыламыз, тәуелсіздіктен айырылып тынамыз. Оған қарсы тұру ешкімнің қолынан келмейді. Билеушінің кепілдігі іске аспай қалады. Енді президенттің экономистер мен энергетиктерге айтқан назарлығына жауап. Қолымызға байлау, аяғымызға тұсау болып, дамытпай отырған мәселелерді жан-жақты талдап, шешетін тәсілдерді жетесіне жеткізіп, ұсыныстар беріп жүрген білікті мамандар, озық ойлы белсенділер аз емес. Аты жөнін атап, көптеген мысалдар келтіруге болады. Өкінішке орай, оларды естіп, назарына алып жүрген не билік, не халық жоқ. Мәселе осында жатыр. Қашан түсінеміз? Соңында айтарым, құрылтайда президенттің тарихи жарақат алған ұлт психологиясынан арылуымыз керек. Басқа түскен қайғы қасіретті бәрін өзге ұлттан көру, бітпейтін пікір талас жүргізу, кешегі күнмен өмір сүру деген сөзі туралы. Саналы адам бұлар ненің салдары екенін жақсы сезінеді. Атап айтсақ, шындықпен тарихты бұрмалауын, жеріміздің отарланғанын, ұйымдастырылған ашаршылықты басқа ұлттен көріп жүрген қазақ берең сараң, тіпті жоқ десекте болады. Қылмыс билеушілер мен дәулетті таптардың іс екеніне баршаға белгілі. Басқа себептер мыналар. 1986 жылы желтоқсанда жазалаушы жасақты кіргізуді ерекше талап еткен. 11 жылы Жаңаөзенде халыққа оқ жаудыруға, Сәрсенбаев пен Нұрқадиловты өлтіруге бұйрық берген. 22 жылы қаңтар қырғынына кінәлілер
zаңды белшерінен басып, әділет іздеген белсенділерді қуғын сүргінге түсіргендер, халық игілігін тонап, талым-таражға салғандар тиесілі жауапқа тартылмауы. Шынайы реформалар жүргізілмей, Конституцияның орындалмауы. Тізім бұнымен бітпейді. Президент өзі көтерген мәселелердің нақты себептерін білмеуі мүмкін емес. Бірақ ашық айтып, нүкте қоюға батылы жетпеуде. Шектен шыққан сорақылықтың түп тамырына балта шабылмай, жалғаса берсе, Тоқаев 10 жерден айтса да, салдары алдымыздан шығады да тұрады. Көңілімізде тыныштық, болашағымызға сенімдік орнамайды. Халық пен биліктің бірлігі қалыптаспайды. Өміріміздің сапасы жылдан жылға төмендей береді. Ол өте қауіпті. Ойланайық, тағдырымызды қолға алайық ағайын. Халқымыздың іргесі бүтін болсын. Қазақстанымыз өркениетке жол бастасын. Өмірсерік Көпжасаров, Талдықорған қаласы.